Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, алдын ала тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын мейіз қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен мейізімізге бір қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып қойып қоятын боламыз. Осылай алдын ала дайындап аламыз мейізімізді. Енді ыдысымызға алдын ала еліктен өткен ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, оны да толықтай араластырып дайындап қоямыз. Бөлек ыдысымызға қантымызды, оның үстінен бөлме температурасына тұрған сарымайымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Барлығын толықтай араластырып, енді кезекпен кезек 3 жұмыртқаны бөлек-бөлек етіп, осылай миксерлеп шығамыз. Барлық жұмыртқаны қосып жібермейміз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Осылай 3 жұмыртқамызды араластырып болғаннан соң, үстінен жаңағы дайын тұрған ұнымызды да барлығын қосып жібермейміз. 2-ге немесе осылай 3-ге бөліп миксерлеп алатын боламыз. Мейіз қосылған пирогты кез келген мерекелік дастарханға балаларыңызға дайындап берсеңіздер, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Барлығы үй жағдайында табылатын заттар. Сізде осылай дәл осылай осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіз. Осылайша барлығын миксерлеп болған соң мейізімізді қосатын боламыз. Осылай лопатканың көмегімен араластырып дайындап қоямыз. Енді формамызды жақсылап осындай маймен барлық жерін түгелдей майлап шығатын боламыз. Осылай формамызға салып шығамыз. 180 градусқа 40-45 минуттан пісіп шығатын болады. Алдын ала осылай духовкаңызды қыздырып қоюыңыз қажет. Осылайша біздің пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Шеттерін кішкене суығаннан соң пышақтың көмегімен ажыратып, қалауыңыз бойынша осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сізде дәл осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Достар, видеом ұнаған болса, лайк басып, менің парақшама тіркеліп, мені қолдауларыңызды сұраймын. Дайындап көріңіз, ас болсын.